Ал енді Қаке, мынау Қазақстанда сөз бостандығы деген бар, иә? Аллаға шүкір, әркім бір эфирде өзіндік пікірін ашық айта алатын заман келді. Осыған сіз қалай қарайсыз? Сөз бостандығы, иә. Сөз бостандығы, мен сұрақ қояйыншы Ереке сізге мысалы. Сөз бостандығы дегенді қалай түсінесіз ал? Сөз бостандығы дегенді. Енді бабадан келе жатқан сөз бар ғой. Мынау бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ дейді қазіргі кезде. Әркім өз ой пікірін анау ханнан бастап қараға дейінгі әңгімені ашық айта алатын заман келді да. Сондықтан әркім бір сөйлей алады. Сөз бостандығы деген осы. Солай түсінесе, олай емес. Мүлдем ондай ойға келісуге болмайды. Неге? Сөз бостандығы деген әр адам аузына келген дүниені айта беру деген сөз шығады да, ой шығады. Мына сіздің сөзіңізден олай емес ол. Мысалға жаңа айтқаныңыздай қарада ханның бетіне жаңағындай барып айту деген дүние жоқ. Бұл жерде бізде бетіне айту деген дүние болып жатқан жоқ. Қазір бізде артынан айту деген дүние болып жатыр. Артынан қалай айтамыз? Біз ешкім бетіне бар. Мысалға айтайық, Махамбет Өтемісұлын алыңыз. Жәңгір ханның артынан барып айтмай, болмаса сообщение жазып жіберіпті, Инстаграм, ТикТокқа салып жіберіпті деген дүние бар ма мысалға? Біреуден айтып жіберіпті, сен барып Жәңгір ханға барып осын жеткіз деп айтты ма? Хан емессің деп, тура Жәңгір ханның алдына келіп айтты. Хан емессің, қасқырсың, қас ал басты басқырсың. Дұшпаның келіп табалап, достарың сені басқырсын деді. Алдына келіп, бетіне келіп айтты. Солай ма? Бұл батырлық. Яғни оны көріп тұр. Ал бізде не істеп жатыр? Дәлел жоқ, дәйек жоқ дүниелерді біз ақтарып төгіп айтып жатырмыз. Яғни сөз бостандығы. Сөз бостандығы әлбетте бас кеспек болса да тіл кеспек жоғы бар. Бірақ бұл жерде мынандай нәрсе. Мына Төле би бабамыздың айтқан мынандай сөзі бар екен. Біліп айтқан сөзге құн жетпейді. Тауып айтқан сөзге шын жетпейді. Өзің білмесең білгеннен сұра. Үйренгеннен ештеңен кетпейді дейді. Көрдіңіз бе? Яғни бұл жерде біліп айтсаң, тауып айтсаң, онда ол жақсы. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы жерде мынандай бір хадис шығады. Бір адам келіп сұрайды ғой. Ешкімді пайғамбарымыз айтады, сендер сыртынан ғайбат сөз айтпаңдар, жамандамаңдар. Сонда жаңағы адам айтады, ей Алланың елшісі, сол адамның бойында мен айтқан дүниелер болса ше дейді. Енді болып тұр ғой сол дүние. Бекер сөз шықпайды ғой. Әлі қазақта айтады ғой, жел соқпаса шөптің басы қимылдамайды деген дүние бар. Демек бір себеп болып тұр. Сонда пайғамбарымыз айтады, сыртынан айтуды айтады. Сыртынан біз мысалға жазып жібереміз, Құдай сақтасын. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, егер де сен айтқан сөз ол адамның бойында болған болса, сен ғайбат айтқаның дейді. Ғайбат айтқаның. Иә, өсек айтқаның болған болса, ғайбат өсек айтқаның. Егер болмаған болса ол адамның бойында, онда жала жапқаның дейді. Көрдіңіз бе? Жала. Сондықтан да сөз бостандығы деген болған қазақта ықылым заманнан, бірақ сөз бостандығы осы екен деп төпелеп, яғни екі адам бір-біріменен қайтпас, қазақта айтады, тышқақ жеңбесе адам жеңбейді, бірін-бірі адам жеңбейтіндей дауласа бермеген. Мысалы қазақта алыңыз, билерді алыңыз. Қазылар бар, төрелер болған ғой. Солардың алдына кеп дау мәселесін шешті ғой. Неге екеуісі бір-бірімен дауласып шеше салмады? Неге қазының алдына келді? Неге бір ауыз сөзге тоқтаған қазақ? Неге бір ауыз сөз? Ол шешіп берді, сол бір ауыз сөзге тоқтады. Көрдіңіз бе? Яғни 90 ауыз сөздің жаңа тобықтай түйінін бір ауыз мақал мәтелменен шешті ғой. Көрдіңіз бе? Яғни шешуші адамдар болды. Сөзге тоқтады. Ал қазір біз мүлдем тоқтамаймыз. Сөз бастау деген жалпы сөз сөйлеу ол оңай дүние емес. Қазақта мынандай бір сөз бар. Сөз дейді. Сөзде іс, ісің үшін атыласың дейді. Кезінде сөз үшін атылып кеткендер болды ма? Қазақтың қаншама арыстары, қаншама бәйтеректер атылып кетті ғой. Кетті. Сөзде іс, ісің үшін атыласың. Сөзде күш, жауды күшпен жапырасың дейді. Сөз өнер, сөйлей білмесең шатыласың. Сөз асыл, жақсы сөзге бас ұрасың дейді. Демек, сөзде істе бар, сөзде күште бар. Оны дұрыс пайдаланбайтын болса, 10 күнәнің 9-ы тілден деген дүние осы жерден шыға келеді ғой. Енді сөз тапқанға қолқа жоқ дейді ғой. Әлбетте. Енді расымен де осы жерде Расулалла саллаллаху алейхи вассалам бір хадис есіме түсіп отыр. Яғни сөйлесең жақсы сөйле, немесе үндеме дейді. Яғни сөйлесек жақсы нәрсені айтуымыз керек болып тұр ғой. Дұрыс айтасыз.
Енді қараңыз мына жерде. Мына 300-дің басын қосқан Абылай хан ғой. Абылай ханның кеңесшісі болған. Былайша айтқан кезде сол кездегі халықты аузына қаратқан шешен адам ол Бұхар жырау. Бұхар жыраудың айтқан мынандай бір сөзі бар екен да. Біреу сұрақ қояды ғой. Сөз бастау қиын ба, қол бастау қиын ба деп. Ел бастау қиын ба деп сондай сұрақ қойған кезде Бұхар жыраудың айтқаны бар екен. Ел бастау қиын емес. Қонған жерден көл табылады. Қол бастау қиын емес. Шабатын жерден ел табылады. Шаршы топта сөз бастаудан қиынын көрмедім деп айтқан екен. Демек, бұл сөз бастау деген қазір екінің барлығы бірі телефонды қоя сап, оны менен сөйлей салуды, я болмаса кім қатты айғайлап сөйлейді, соныкі шын сияқты болып көрініп жатыр. Көрдіңіз ба? Ал нағыз ақиқатты айтып жатқандар бәлки бұқпаланып көрінбей қалып жатқандар да бар. Кім айқайласа, кімнің дауысы шықса, былайша айтқан кезде сол шындықты шыңғырып айтып жатқан сияқты ғой. Шындық деген кейде мынандай деген. Сендер неге шындықты, өзі біреу шындықты айтып жатқан бар, және біреуден талап етеді да. Сен неге айтпайсың? Сен неге айтпайсың? Шындықты айт. Біріншіден, ол айтылған мәселе сен айтасың, айтылғаннан кейін оны іске аса ма, аспай ма? Мәселе соны таңдау керек қой, уақыт. Мысалға, айттың, айтқан дүниең жел құшқандай болып жерде қалған болса, одан пайда бар ма? Демек, ол айтылатын жер болады. Әрбір шын сөзді айтатын жері болады. Мысалға, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде былай деп айтады. Сендер адамдар менен ең қолайлы уақытта сөйлесіңдер дейді. Пайғамбарымыздың өзі қолайлы уақытты таңдайтын еді. Көрдіңіз бе? Мысалға, біреу баласын ұрсып жатыр дейікші. Барып, сабыр етіңіз десең не деуі мүмкін? Сабырыңмен қоса құр деуі мүмкін, Демек, сен оны дұрыс пайдаланып тұрған жоқсың. Дәл сол ұрыс керістің ортасына апардыңдағы сабыр деген сөз. Бірақ та салдым мысалға. Демек, уақытын пайдалану. Және пайғамбарымыздың мынандай бір хадисі бар екен. Сендер адамдармен өз ақылдарың жеткен дәрежеде сөйлеспеңдер дейді. Олар түсінерлік дәрежеде сөйлесіңдер дейді. Сөйлесуді қараңыз. Яғни сен өзіңнің жеткен, ақылың жеткен, мысалы, университет бітірдің, магистратура бітірдің, алдыңда сол дүниені алып келдің, диплом қарқаған, сөзіңді әкелдің да, дыңқ дегіз қарапайым бір адамға қойып кеп қалдың. Ол көтер ала ма? Жауап бере алмайды да, ол түсінбейді да ол сөз. Демек, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не дейді? Сендер өз ақылдарың жеткен дәрежеде емес, олар түсінерлік дәрежеде сөйлесіңдер дейді. Бұл да бір даналық та. Енді бүгінгі таңда сөз бостандығын пайдаланып, көптеген, яғни эфирда жүргендер көп нәрселерді қозғап жатыр. Оның шешімі тауып жатқандар бар, шешімі таппай жатқандар бар. Десе де, солай айту сонда бізде дұрыс емес болып есептеле ме? Қараңыз, бізде айту деген дүние бар. Бірақ кім сол мәселені шешкісі келеді? Сол айтып жатқандардың өзі шешкісі келе ма өзі? Шешуге қарай тырысып жатқандар бар ма? Бір сүйекті әкеліп ортаға тастай салған сияқты тастай салды. Шындықты шыңғырып айтып жатқан сияқты жаны ашып, әлеуметтік желден алды да халықты дауластырды да қойды. Ал оны ары қарай шешу жағын ойластырды ма ол адам? Жоқ та. Ол кімнің қолынан келмейді? Ол барлығының қолынан келеді. Яғни бұл жерде мәселе сен бастадың ба сол нәрсені тыңғылықты шешу жағын. Біз жамандауға келген кезде сондай болып бара жатырмыз, жамандағанда 7 қабат жердің астына бірақ кіргізіп жіберетіндей жамандаймыз тілімізбенен. Жамандаймыз. Бірақ сол нәрсені шешуге келген кезде біз ары қарай ешкім қозғалғымыз келмейді. Біз тек қана сөз жүзінде ғана. Мен бүгін әлеуметтік желден көрдім. Мына Ауғанстан, Пакистан, қараңыз, артта қалып жатқан мемлекет қой былай айтқан кезде. Экономикасы өзі неше жыл болды, соғыс бітіп, енді ғана бала мысықтай көзін тырнап ашып келе жатыр. Сол жерлерде әлеуметтік желден ютубтан қараңызшы, олар қолдан не нәрселер жасап жатыр. Біз завод іздеп жүрміз ғой мысалға қазір. Бізде халық айтып жатыр ғой, неге бізде завод жоқ, неге анау жоқ, неге мынаған бүйтпейді. Бірақ олардың бәрі өзінің үйінде ғана істеп жатыр ғой сол дүниенің барлығын. Үйінде бір бөлмеде жасап. Қытайдың реставрация жасап жатыр. Қараңыз, Қытайды қараңыз.
Қытайдан әкеліп жатқан заттардың барлығы біреудің жай ғана бір времянкасынан шығып жатқан дүниелер екен. Бізден бұрап жатқан шуруп шеге, қолымызға киетін, жұмысқа киетін перчатка, солай ма? Осының барлығы бір бөлмеден шығып, олар айтып жатқан жоқ, неге аналар неге бүйтіп жасамайды, жоғары жақта отырғандар неге бүйтпейді, сөйтпейді. Мен біреудің сөзін сөйлеп тұрған жоқпын бұл жерде. Олар айғайламай, ойбайламай өздері жасап жатыр ғой. Бізде енді қолымызда тұр ғой, біз тек қана сол темірді де бәрін қағаз күйінде, пластмасс күйінде, темір күйінде Қытайға өткізіп жатырмыз. Біздің қолымыздан сол ғана келіп жатыр ғой. Ал жоқ адам, демек бізде не нәрсе тұр? Бізде баршылық. Абай атамыз не дейді осы жерде? Қарны тоқтық, жұмысы жоқтық аздырар адам баласын. Қай жағынан аздырады? Бостан босқа сөйлетіп береді. Жатып алып, диванда жатып жаза береді. Мысалға біз анау Ақтау, Атыраудағы біреуді тілімізбен жамандауға тіліміз жетпей жатса егерде, көріп тұрған жоқпыз ғой. Комментарий жазып жібереді екенбіз ғой біз. Көрдіңіз бе? Ал олардың жамандауға қолы тимейді. Мысалға жаңа Қытайды ала салайық. Бірін-бірі жамандауға, өсектеуге қолы тиіп жатқан жоқ. Неге? Өйткені олардың кәсібі бар, жұмысы бар. Бір үйде бала шағасымен қосып сол нәрсені істеп жатыр олар. Жамандап жатқан жоқ ешкімді. Қазақта сөз не дейді? Атылған оқ дей ма? Әлбетте. Артқа қарай қайтпайды дейді. Қайтпайды. 30 түстен шыққан сөз 30 рулы елге жетеді деп атады. Сол үшін бірдеңені жазардан, айтардан бұрын жақсылап ойланып алып, кейін сол сөзге жауап беретінімізді білуіміз керек. Жауап беру. Дүние және ақыретте, Жауап беретін бір. Екіншіден даму жағына үлес қосайықшы, кім қай салада істеп жүр? Өз саласында дамысын, өз саласын дұрыс жасасын, өз қызметін дұрыс атқарсын да. Көрдіңіз бе? Бала шағасы ма, сен анау 20 миллион қазақты жамандамай қой бүйтіп. Үйіңде 1-2 балаң бар ма? Сен соның тәртібін түзе. Соларға кәсіптің көзін көрсет. Солай ма? Пайда табудың, кәсіп жасаудың. Қазір қазақта қандай сөз бар? Балаға тәрбиені әке бермесе, көше береді дейді. Әкеден алмағаннан кейін көрінген психолог, көрінген нумеролог ана жақта бір жаңағындай тренинг жүргізетіндер шығып жатыр. Олар қай жаққа тәрбиелеп әкетіп бара жатыр? Солардың тілін алып не істеп жатыр? Ертеңгі бұлыңғыр ұрпақ өсіп келе жатыр. Аңдамай сөйлеген ауырмай өледі дей ма? Сөзіміз дұрыстай ағайын. Расымен де.